Қазақ халқында бас киімді жерге тастаса бақ таяды, бас кемейді деп ырымдаған. Баршылықты білдіретін қасиетті киім саналған. Киіп жүргенін ешкімге сыйламаған, бермеген. Қазақ ғұрпында жақсылықтың барлығы адамның маңдайына жазылады деген ұғым бар. Сондықтан бас киімді тебуге, лақтыруға, теріс киюге, басып отыруға тыйым салып, төріне ілген. Бас киімді үйдің құты мен берекесі, басқа қонған бақтың тұрағы деп есептеген. Сондықтан оған қатысты ырым тыйымдар құт пен берекені сақтауға, баянды етуге бағытталады. Сол үшін де қазақ ұғымында бас киімді тарту етпеу, ауыстырып кимеу, бас киімді қабаттамау сияқты сенімдер бар. Бас киімге қауырсын тағу барлық халықтарда мифтік наным бойынша жердегі адамның рухтық болмысының аспан әлемімен байланысты екенін білдіреді. Сондықтан сыйлыққа тек қана жаңа бас киім сыйлаған. Сондай-ақ жас нәресте үшін, әдетте ай күні жетпей дүниеге келген бала үшін де тымақтың алар орны ерекше. Тымақтың өзі ел арасында қасиет саналады. Шала туып, тымаққа салып өсірген екен деген сөз бар. Халықта ай күні жетпей шала туған баланы тымаққа салып керегеге іліп қоятын наным сенім дәстүр бар. Себебі шала туған сәби я ұстауға, я бесікке салуға келмейді. Ал тымақ жылы, әрі бөлуге ұсталуға ыңғайлы. Шала туған баланың неше күні кем болса, сонша күн керегенің әр басына ілініп қойылатындықтан күн кереге бас арқылы есептеледі. Мысалы, 40 күні кем болса, керегенің 40-шы басына ілінген тымақтан баланы алып, жаңа туған балаға жасалатын рәсім жасайды. Егер бала қыста туса, үй қабырғасына бірнеше шеге қағылып, соған тымақ ілінеді. Бұл да бас киімнің қадірі мен қасиетін бейнелетін көріністердің бірі деп түсінген. Сондай-ақ тымақ ұру немесе тымақ тастап кешірім сұрау дау жанжал кезінде қолданылатын дәстүр. Кінәлілер арызданушылардың алдына барып кешірім сұрайтын болған. Ол бітімге шақырудың ең үлкен көрінісі. Қазақ дәстүрінде ер адамның тері сіңген бас киімін ешкімге сыйға тартпаған. Алайда әйелдерде ол дәстүр жоқ. Керісінше ізін басып келе жатқан келіндеріне өзінің жолын берсін деп ырымдап, өздері тағып жатады. Алайда қыз бала басына ақ немесе қара орамал тартпайды. Ақ жаулықтың, қара қайғының белгісі. Қазақта ер болсын, әйел болсын, бас киімге құрметпен қараған. Дүниеге келген қыз балаға тұлым, ұл балаға айдар салған. Тай-тайлап жүрген кезден бастап, көз тимесін деп, маржандап әшекейден тақия кигізген. Күйеуге тиетін кезде дәстүр бойынша қызға сәукелені, басқа да киімдерін әкесінің үйінде ұзатылар сәтте жеңгелері арнайы келіп, оң жақтағы үкілі тақиясының орнына кигізіп, енесінен байға салған. Жас келін түскен жерінде 1 жылға дейін желек жамылып жүреді. Қазақта сонымен қатар шарғы салу деген де бар. Ол бойынша ұзатылған қыз өзіне таяу сіңлісіне басына тартатын орамалын ендігі кезек сенікі, бақытыңды тап деген ниетпен тарту етеді.